Аз пайызды комиссия ұстау үшін не істейміз? Ол үшін 66 юаннан жоғары болу керек алған товарымыз. Егер төмен болатын болса 2 юаннан ұстайды. Ол үшін бірнеше керек затымызды осы себеттің ішіне жинайтын боламыз. Міне 0 болып тұр. Егер сіз галочка қойып жинасаңыз, мұнда көтеріліп, көбейіп, азайып отырады. Міне мұнда галочка қоятын боламыз. Керек затыңызды әбден жақсылап, дұрыстап таңдап алғаныңыз жөн. Қалай таңдау керегін барлығын көрсеткенмін. Енді сіздерге примерно қазір көрсететін боламын. Мысалға, мына төмен жақ қарай өтіп, жүрек басқан товарларыңыз осы бірінші бет, осы жерлерде тұрады. Сосын осы жерде мысалға маған мынау іздеген кезде ұнаған затыңызды осылай жүрек басасыз. Жүрекшені баспас бұрын әбден жақсылап отзывтарын тексеріңіз. Міне мынау ұнады, осыларды жинап жатырмын мен себеттің ішіне. Мысалға маған мынау спортивка ұнады. Осы жерден сразу отзывтарын қарап, магазиндерін қарап, суреттерін қарасаңыз да болады. Болмаса алдын ала түсіріп дайындап қоясыз. Осылай суреттерін тексеріп, комментарийларын қарап, қанша адам сатылым жасаған, сатып алған. Мысалға, осының барлығын сіз тексересіз. Ұнаған соң барып бірақ жүрек басып қойсаңыз, барлығы жаңағы жүрекшенің ішінде тұрады. Мысалы, маған тағы да бірдеңе қажет болатын болса, осы жерден қараймын, алдын ала дайындап қоюым керек негізі. Үстіп, ұнаған затты осылай қарайсыздар, түстерін қарайсыздар. Міне, мына қызылды басып, міне рейтингін қарайсыздар, 5 жұлдыз жанып тұр. Мынау магазиннің белгісі, магазин деген сөз, маркасы осы жерден білесіздер, МКД деген. Мына жерді бассаңыз да магазиннің ішіне кіретін боласыз. Мынау жоғары жағына барсаңыз, плюсикті басып, осы магазинге тіркелесіз. Егер сізге ұнаған болса, сіздің алдыңыздан шығып отыратын болса. Егер сізге ұнамаса, баспайсыз. Осылай магазинге тіркеліп аласыз. Сосын міне осылай мына рейтингтарын, отзывтарын, қанша сатылым болғанын көруге болады. Өткенде көрсеткенмін. Мына жүрекшені басасыз, ұнаса, ұнамаса өтіп кетесіз. Мысалы, мына кроссовки ұнады, и үстінен басып кіресіз. Жүрекшені бастым. Негізі баспай тұрып, барлығын тексеріп шығу керек. Сосын барып соңында жүрекшені басасыз. Сонымен осы жерге кіреміз. Міне біз таңдаған заттарымыз тұр, бірақ галочка жоқ. Мына жерде төмен жағында 0 болып тұр бағасы. Сіз галочка қойғанда шығады. Мысалы, мына жерде қай түсін таңдайсың дейді. Көк, жасыл, қара. Мен жасылды таңдадым. Міне, мұнда размерін таңда дейді. И төменде қызылды басасыз. Міне, енді галочка шықты. Енді сумкаға барамыз. Басылмайды. Міне, түсін таңдаңыз дейді. Ақпа, қарама, қай түсі керек дейді. Екеуінде бағасы бірдей. Мұнда саны 4, 5, 3, 2, 1 қанша керек? Міне, қызылды басасыз. Сосын мұнда барасыз. Галочка қойылды. Мұнау керек емес. Енді маған спортивка керек. Басамыз. Көк, сары қай түсі керек дейді. Тек спортивка жалғыз түсті керек па, астымен керек пе? Размерін таңдайсыз. Міне, қанша керек? 4, 3, 1, бағасы да өзгеріп қосылып отырады, азайып отырады. 1 қажет десеңіз, қызылды басасыз. Сосын міне галочка қойылды. Мына байқасаңыздар, астында бағасы қосылып жатыр, 300 болды. Мысалы, мына плойкаға кіреміз. Мынау заттарымен, мынау жалғыз екен. Бағасы өзгеріп жатыр. Жалғыз болса 42, қосымша заттарымен 47. Мынау заттары 1 керек. Міне галочка қойылды. Сіз бұлынша 4 таңдамасаңыз да, 2 таңдасаңыз болады.
мүмкін екі зат таңдаңыз. Не болса да 66 юаннан жоғары таңдау керек. Міне 423 болды барлығының бағасы. Бұл көп болып кетті десеңіз, қанша теңге болған білгіңіз келсе, неге жазып көресіз? Google переводчикқа барып, юан в теңге деп есептеп жазасыз. Міне, мысалы, мұнда жаңағы шыққан ақшаны жазсаңыз, қанша теңге болғанын көрсетіп береді. 27.720. Мысалы, менде Каспиде ондай ақша болмауы мүмкін. Онда қайтадан жаңағы жерге барып, галочкаларды алып тастаймыз. Аса қажет емес, пока сол заттарды алып тастайтын боламыз. Мысалы, мына сумканы алып тастадым, мына плойканы алып тастадым. Мысалға, мына көйлекті алып тастаймын. Қазір көйлекті алдым. Сонда маған балаға спортивка мен кроссовкиді қалдырдым. Міне бағасы да түсті, 168-де 9. Енді қызылды басамыз, бағасы ұнайтын болса. Егер қымбат десеңіз, біреуін ғана беріп көрем десеңіз, біреуін алып тастаңыз болады тағы да. Бірақ 66 юаннан жоғары болу керек. Аты төмен болса, сізден 2 юан алатын болады комиссияға. Мен білмей 2 юаннан беріп жіберіппін, өткенде жеке-жеке таңдап. Міне, таңдайтын болсаңыз қызылды бассаңыз, осылай код сұрайды. Сосын кодыңызды жазасыз, жібере бересіз. Мен сіздер үшін көрсету үшін жасағам, төлем жасамадым. Мұнда тұрады. Ол жерде кіріп көрсеңіз осылай тұрады. Не бет екен, не жазылып тұрғанын білу үшін скриншот жасайсыз. Сосын Google переводчикпен тексереміз фотоны. Өткенде көрсеткенмін. Жаңағы бетті сіздерге аударып беретін болады. Көріп аласыз, не жазылып тұр. Мысалы, төлеуді баспайым, қасында бас тарту дейді. Тапсырыстан бас тарту дейді. Қайтадан сайтқа келемін. Мысалы, мен оларды алмайым, жай сіздерге көрсету үшін жасадым да. Бірақ оны алып тастауым керек. Ертең байқамай төлем жасап жермеу үшін. Мысалы, мұнда келіп бас тартамыз дегенде, төмен жаққа түсесіздер. Мұндай не шығады? Үстінен бассаңыз, осылар шығады. Не үшін бас тартасыз? Себептер тұр. Скриншот жасап көрсеңіздер болады. Мен біреуін таңдай салдым. Міне кетті. Міне, енді кетті. Жаңағы заттарды алып тастадық. Осылай, дәл мен айтқандай жасасаңыздар, артық комиссия төлемейсіздер. Ескі бұрын қалай төлеп жүрдік, бірақ юан төлейтін біз комиссияға, солай төленетін болады. Ол үшін 66 юаннан жоғары болу керек.